сәлеметсіз бе? Сізбен бірге Мақпал. Менің каналым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Керемет, өте нәзік, үлпілдек, ажурные блинчики дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқамызды, шекерімізді, ас содасын және де жарты бокал суымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Массамызға ұнымызды салып араластыратын боламыз. Соңында сұйық майымызды құямыз. Табамызды майлап аламыз. Майды тек бір рет жақсаңыз жеткілікті. Қалған кезде майсыз пісіре беруге болады. Блинчик пісірудегі ең басты құпия: табамыз қатты қызып тұру керек. Әр блинчикті пісірген сайын табаны қыздырып алсаңыз, тесік болып, әдемі болып шығады. Блинчигімізді келесі бетіне мұқият аударған жөн. Ол нәзік болғандықтан ортасы жыртылып кетуі мүмкін. Блинчиктеріміз дайын, ас болсын.